Мырзалимов Асылбек Сұңғатұлы 1962 жылы 17 қыркүйекте Атырау облысы Теңіз ауданы Богатое селосында дүниеге келген. Мың 1969 жылы бастауыш мектептің табалдырығын аттап, 1979 жылы 10 жылдықты өте жақсы деген бағамен бітіріп, осы жылы Ақтөбе қаласындағы медициналық институттың студенті атанады. Осы оқу орнын 1985 жылы ойдағыдай бітіріп, дәрігер мамандығын алып шығады. Туған еліне оралып, еңбек жолын бастайды. Осы жылы жұбайы Айсұлумен шаңырақ көтеріп, ұлы Нұрлан, қызы Назгүл дүниеге келеді. Отбасында үлгілі әке, ағайын туыс, дос-жаранға сыйлы азамат бола білді. Қолынан келген көмегін аямайтын, жанашыр, қамқор да болды. Өз ұжымында білікті маман, облыстың алдыңғы қатарлы дәрігері санатынан орын алды. Аз ғана ғұмырында мәнді, бақытты өмір сүрді. Өмірден өткенге дейін өзінің институтта бірге қойған достары Аманжол, Асқар, Нариман, Абзалдармен жақын достық қарым-қатынаста болып, осы достары өзі өмірден өтсе де әлі күнге жанұясына қамқоршы болып араласып отыр. Ендігі жерде Айсұлуға, ұлы Нұрланға әке шаңырағын биік ұстап, бақытты, ұзақ ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Қатал тағдыр ортамыздан алып кеткенмен, әкенің рухы үйден кеткен жоқ. Анамыз әкеміздің шаңырағын ұстап, біздер далада жүрсек те, әкеміз анамыздың қасында деп есептейміз. Қайран әкем сағынған жүрегінде, асқақ бар ма арманым тірегімде, сағынышпен ұл қызың сені күтеді, ол өмірдің тіршілік білегінде. Іздедік бір өзіңді көкке самған, іздедік тұнық судың жағасына, тек қабірге келгенде түсініппіз, мәңгілікке кетіпсің жанымыздан. Қыстың да басы күнеді, сол күні аспан түнерді. Сол суық болған ызғарлы әкеме келген сұм еді. Күтумен қанша күн өтті, жылаумен қанша түн өтті. Сол күні жылы төсектен тұр деп апау кім түртті. Мезгілсіз келген ажалмен айырған тағдыр тым қатал. Қош әке.
жол тарабын. Әкеден кім аяйды қолда барын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын. Ыстық-ау кім-кімге де әке деген, суыққа шалындырмай Дара біткен қасиетің мен қаныңа, серік еттің ізгілікті жаныңа. Тірлігіңде селқос қарап көрмедің, дос жаран мен ағайынның қамына. Қиындыққа мойымайтын бай салды, әр балаңның болашағы ой салды. Сеніміңе түспеді әке еш селкеу, кәсібіңіз келешекке жол салды. Қалдырмады бұл ажал қапығымды, қадап айтар аңсаймыз ақылыңды. Жебей бергін рухыңмен ұрпағыңды, келе жатқан жолыңмен жарқын ізді. Тағдырдың кеуде тоса